Салем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде қайнатылған իշек қарыннан қуырдақ дайындаймыз. Осыған дейін алдыңғы видеода осы ишек қарынды тазалап, иіссіз қайнатып, арнама салған болатынмын. Әлде көрмеген болсаңыз, жоғарыға подсказка бөліміне сілтемесін қалдырып қоямын. Сол арқылы қарап көріңіз. Сіздерден бір ғана өтінерім бар. Ол видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеле кетсеңіздер. Алдында осы ишек қарынды қайнатып турап, холодильникке салып дайындап қойған болатынмын. Енді сол ишек қарыннан бүгін қуырдақ дайындағалы отырмын. Ол үшін ишек қарынды холодильниктен шығарып, ертіп алып, оған қосатын картошка, пияздарымызды дайындап аламыз. Тамағымыз жылдан пісетін болғандықтан мен бірден турап дайындап алдым. Ишек қарынның өзі майлы болғандықтан, қызып тұрған қазанымызға кішкене ғана май құйып, оны ишек қарынымызды қуырып аламыз. Қуырылып жатқан тамағымыздың үстіне мен қызартайын деп томат салдым. Томатымызды салып, тамағымызды қызартып қуырамыз. Қуырылып жатқан тамағымыздың үстіне пиязымызды салып, шамалы қуырып аламыз да. Оның үстінен картошкасын салып, оның үстіне тұзын, дәміне қарата тұзын салып, араластырып, оған суымызды құямыз. Су көп емес, шамалы ғана құясыздар. Өйткені картошка жылдан пісетін болғандықтан, суларыңыз көп болса, езіліп кетеді. Дайын болған тамағымызды тарелкамызға салып, оның бетіне пиязын салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді тамақ, қуырдақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. You whip up my appetite.